Сәлем оқырман. Бүгін болса біз көптен күткен сәт орын алған болатын. Ержігіт болса Мадинаға үйленуге ұсыныс тастаған болатын. Көз тоярлық жұпты көріп көзіміз жасқа толды бақыттан. Ержігіт көп жыл дегенде өзінің теңін тапқанына қуаныштымыз. Махаббат толы ержігіт толғанып ұсынысын білдірді. Мадина тіптен көзіне жас алып қалды. Иә деген жауапты естідік, алдағы уақытта той күтеміз бұйыртса. Алдыңғы күні ғана ержігіт жобадан кетемін деп жатырған еді. Соған қарағанда енді шынымен кететін болар. Себебі Қосылайықтың осы жерде жұмыстары аяқталды, тек той ғана күтеміз. Пікірлерді оқысақ көп пікірлерге жақсыға толы. Бір оқып жіберейін, не ойлап, не тілеп жатыр екен. Бақытты болыңдар екеуін. Өмір бойы үйістіп еркелетіп жүр айналайын. Алла тіл көзден сақтасын сендерді айналайындар. Ақ жол тілеймін, махаббаттарын мәңгілік болсын. Ержігіт ақылды азамат. Өзі таңдаған қызды бақытты ету қолынан келеді. Ол танымал жігіт, ел алдында болған соң, қандай жауапкершілікке барып отырғанын жақсы түсінеді. Осы кезге дейін қаншама үміткерлер болды, біреуіне көз салмады ғой. Жобадағы барлық өмірі көз алдымызда өтіп келеді. Өсті, қалыптасты, ақылы толысты, өркендеді, ханзада атанды. Жалпы ақыл тоқтатқан жігіт қой. Мадина екеуі бақытты болсын. Негізі ержігіттің даусы керемет сахнада. Жүрген фанершіктерде неге теріс пікір жазуға әзір тұрады екен адамдар, өмірге наразы адамдар ау. Шамасы. Ержігіт айналайын Мадинамен бақытты бол. Ешкімнің жаман пікіріне көңілі қалмасын. Сені қалауымға келгеннен бері қараймын. Айтқан кісі айта берсін, үйленетін жастасын, отбасы берік болады. Үлкен тілекші әжен. Ержігіт Мадина бақытты болыңдар. Ержігіт Мадина ешқашан ренжітпе, ол саған Алланың берген аманаты. Өмір жолында қателеспеу үшін сенің қолдауың үлкен рөл атқарады. Оған мен кәміл сенемін дейді оқырмандар.